Hello guys, today is the 10th of September. This is our lesson Can I? Сәлеметсіңдер ме балалар? Біздің бүгінгі тақырыбымыз Can I сұраулы есімдік сөйлемі. Яғни біз can есімдігімен танысқан болатынбыз өткен сабақта, яғни мен істей аламын дедік, е? Мысал үшін I can jump, I can run, I can song дедік, е? Яғни мен секіре аламын, мен өлең айта аламын деген сияқты сөйлемдермен танысқан болатынбыз. Енді осыған біз керісінше сұраулы сөйлем, сұрақ қоюды үйренеміз. Ол үшін біз I және can сөзінің екеуінің орнын ауыстырамыз. Бізде сол кезде can I, мысал үшін jump, сен секіре аласың ба? Немесе үшін балалар can I read, мен оқи аламын ба? Can I write, мен жаза аламын ба? Can I ask, мен сұрай аламын ба? Can I listen, мен тыңдай аламын ба? Listen, тыңдау. Can I answer, мен сұрақ қоя аламын ба? Мінекей балалар, мысал үшін осы сияқты сұраулы сөйлемдермен танысамыз. Great new, please open your copybooks and write down questions. Яғни балалар, дәптерімізді ашып, мынау сұраулы сөйлемдерді жазып алайық. Can I read, мен оқи аламын ба? Can I write, мен жаза аламын ба? Can I ask, мен сұрай аламын ба? Can I listen, мен тыңдай аламын ба? Can I answer, мен сұрақ қоя аламын ба? Very good children, балалар. Келесі, енді бізде астындағы тұрған үш сөзге үйде сұраулы сөйлем құрастыруымыз қажет.